Ізгілікке жаны құштар, кітап сүйер тыңдарман қауым, сіздердің назарыңызға қазір отбасы хрестоматиясы жобасы ұсынған шығыс даналығы Мәулана Румидің піл туралы талас атты кітабын оқитын болам. Кітап 2023 жылы отбасы баспа үйінен шықты, 144 беттен тұрады екен. Бұл кітапта әйгілі шайыр Мәулана Румидің хикаялары мен даналық ойлары аударылып берілген. Румидің кейбір хикаяларын әйгілі ақын Қадыр Мырза әлі, аудармашы Арғынбай Бекбосын қазақша өлеңмен өріп сөйлеткен екен. Хикаялардың соңына осы ақындардың өлеңдерін үлгі етіп бердік. Кітап шығыс даналығына қызығатын оқырмандарға арналады дейді. Енді қадірлі тыңдарман қауым дейміз бе, осы каналдың тыңдаушылары, жалпы аудио кітап бір оқпен екі қоянды ататын мүмкіндік қой. Жұмысыңды жасап жүріп, құлаққапты тыңдап, қосып қойып құлаққаппен тыңдасаңыздар, жұмыс та өніп жатады, мына жақтан білімде алу мүмкіндігі бар. Менің де мына жақта отырып сауапты іспен шұғылдануға мүмкіндік, әрі өзіміз білім ала отырып сіздермен бөлісе отырайық. Өзім іштей оқығаннан гөрі сіздерде тыңдаңыздар, мүмкіндіктеріңіз болып жатса әрине. Енді біздің еңбекке баға ретінде енді лүпілдетіп, пікірлетіп, жалғастыр, оқи бер, айналайын деп ақпаталарыңыз беріп қойсаңыздар, мәз боп ары қарай бізде оқи береміз. Алғыс алайық. Ең бастысы, баршамыздан Алла тағала разы болсын. Кеудемізді рухани құндылыққа толтырып, ілім-білімге ашық, қасиетті Құран кәрімге ғашық еткен ізгілер санатынан болайық. Мінекей, қазір Руми хикаялары, 3-ші бет. Піл туралы талас. Бір адам Үндістаннан піл әкеліп, қараңғы сарайға қамап қойыпты. Өмірінде піл көрмеген бірнеше адам қарауылға ақша беріп, қараңғыда сарайға кіріп, пілді сипалап, ұстап көреді. Қолына тұмсығы іліккен біреуі, әй, піл дегенің кәдімгі су жүретін құбыр ғой депті. Екінші біреуі пілдің құлағына тап болса керек. Піл деп жүргенің желпуіш сияқты бірдеңе екен ғой депті. Үшіншісі пілдің аяғын ұстап, неменеге сонша әспеттеп жүр, пілдің жуан бөренеден айырмасы жоқ депті. Төртіншісі пілдің арқасын сипалап, оттапсыңдар, бірің құбыр, бірің желпуіш, енді бірің бөрене дейсіңдер. Жоқ, ол бір жалпақ тақтай секілді деген екен. Сөйтіп, әркім өзінше қараңғыда кім қай жерін ұстап көрді, соған қарай пікір білдіріпті. Әттең, егер шам алып кірсе, бекер дауласпаған болар еді. Әй дәруіш, көкірегі қараңғы адам тәңір жайлы түйінді де өз шапанына сай өлшейді. Білім деген гауһар тас, бағасы жоқ. Надандық деген кесел, дерт, дауасы жоқ. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырза әлі бүй деп аударған. Сонау алыс Үндістаннан келген піл, не болса да барлығына көнген піл, қамаулы еді тас қараңғы үңгірде, пара беріп кіргенменен іңірде, көре алмай жұрт бастарын құр шайқады, қолдармен сипап қана байқады, тұмсығынан ұстап көрген бір адам піл дегенің құбыр деді аумаған. Құлағынан ұстап көрген бір кісі піл деді елге желпуіштің үлгісі. Аяғынан ұстап көрген адам кеп пілді өзінше дәлел деді баған деп. Арқасынан сипап көрген әуес қой, піл дегенің деді жұртқа дөңес қой. Көздерімен көрмегендер анықтап, өстіп пілді түсіндірді халыққа. Қараңғылық осы ғой, көр соқырлық надандықтың досы ғой. Кірсе егерде олар ішке шырақтап, ақиқатта кетпес еді-ау жырақтап. Жүзім. Бірде араб, парсы, түрік және грек төртеуі сапарлас болыпты. Кенет олар жолда келе жатып, динар тауып алыпты. Қалаға жеткен соң қарны ашқан төртеуі әлгі динарға тамақ алмақшы болады. Алдымен араб сөйлейді. Келіңдер, бұл ақшаға әйнап сатып алалық дейді. Парсы жігіт қарсы шығып, жоқ, Эйнабы несі, одан да ангур алайық дейді.
Түрік жолаушы: жігіттер, біз шөлдеп келеміз, мұндайды езумнен дұрысы жоқ депті. Ал грек жігіт: өй, сендерде дәл қазір бір стафилден артығын таппаймыз депті. Сонымен төртеуі бір-бірімен келіспей төбелес басталады. Бұлардың жанынан өтіп бара жатқан бір дәруіш оларды тоқтатады. Қолдарындағы динарды алып, оған бір керсен жүзім сатып әкеледі. Жүзімді көрген бетте араб айтыпты: айттым ғой сендерге, әйнап алайық деп. Міне, әйнап дегеніміз осы депті. Әй бауырлар, менің де айтқаным осы жеміс емес пе? Әлгінде ангур алайық дедім депті. Таң қалып. Түрік болса шаттанып: осылай шөлдеген кезде юзум таптырмас, шөл басар десем сенбейсіңдер деп жүзімнің бір үзімін аузына салыпты. Мен әлгіден бері стафил деп қақсадым, ешкім құп көрмедіңдер, енді келіп стафилді мақтап отырсыңдар депті. Грек ренжіп. Сөйтсе бәрі жүзімді меңзеген екен. Әр қайсысы өз тілінде айтқаны болмаса, бәрінің айтып отырғаны бір нәрсе екенін білмеді. Ай дәруіш, кейбір адамдардың тәңірі жайлы кеңірдек жыртып дауласқаны төрт жолаушының жүзімге таласқан мысалын еске түсіреді. Жүзімді қалай атасаң да, ол атауына қарай өзгеріп кетпейді, сол қалпын сақтап тұра береді. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырзәлі бүйдеп аударған. Белгілі жайт жүрген жұрттар күнде естіп, жауласуға апарады білместік, бірақ сөзден шыққан кейде өртің де әр түрлі боп айтылған соң әр тілде түрік, парсы, араб, грек бәстесіп отырыпты дейді бірде бас қосып, әлгілерге ақша беріп мәрт адам басталыпты шатақ жанжал ортада. Дәмді нәрсе жегін келсе халайық, деді фарсы аңғұр сатып алайық. Араб айтты: алсақ әйнап алайық, ал парсының сөзі бұлшыл халайық. Түрік айтты: қойып дауды халайық, алғаннан соң бұған жүзім алайық. Грек айтты: о қараңғы қалайық, алдық екен тек стафил алайық. Ұқпаған соң тірелер жер тығырық, тіл орнына сөйлеп берді жұдырық. Надандықтың тиді осылай кесірі, бірін бірі былш-былш соқты есіріп. Мәніс білер адам болса мұндайда бүкіл шатақ бір сөзбен ақ тынбай ма? Бәріңнің де керегіңді әперем дер еді ол айтысады бекер ел. Төртеуіңе ортақ ақша бір бүтін, алдарыңда күтіп және тұр бітім. Бар байлықпен көрейік бір амалдап, әркім қазір не қаласа соны алмақ. Сөз ұқпаған жоқтан барға бақырмақ, ұққан адам татулыққа шақырмақ. Түйе, өгіз және қой. Бірде түйе, өгіз және қой үшеуі келе жатып, жолдан бір құшақ шөп тауып алыпты. Енді оны қалай бөлу керек деп үшеуі ойланыпты. Қой айтыпты: бұл шөпті үшеуміз бөліп жегенмен тоймаймыз. Одан да жасымызға қаралық. Қайсымыздың жасымыз үлкен болса, сол жесін. Жасы үлкенді құрметтелік депті. Мұны естіген өгіз: несі бар? Қойдың мына дана кеңес құлақ салуға тұрарлық, өмір баянымызды айталық. Қайсымыздың жасымыз үлкен болса, сонымыз жейік деп келісе кетті. Қой айтыпты: мен Ыбырайым пайғамбардың отарында жайылып жүрген қой едім. Ысмағұлды құрбандыққа шалғанда көктен түскен көк қошқармен құрдас едім депті. Өгіз оған: сен Ыбырайымды айтасың, мен олардың бабасы адам атамен бірге жер жыртқанмын. Менімен жарысу қайда сендерге, бәріңнен үлкен мен екенмін дейді. Түйе олардың өтірігіне таң қалды ма жоқ па, кезек-кезек басын иіп манағы шөпті шайнап жей берді. Іштей: менің денем мыналардан гөрі ірі, бұлардан кіші емес шығармын, оның үстіне біздің төрешіміз уақыт емес күш қой деп ойлады. Әй дәруіш, көп сөйлеме, азбен келтір иінін, бір сөзбен шеш түмен сөздің түйінін. Кейде қой мен өгіз сияқты шариғат айтып, кейде қой мен өгіз сияқты шариғат айтып, дінді езіп, сөзді рәсуа қылғанша түйе сияқты іспен көрсететін кездерде болады. Ал әрекетке сын жүрмейді. Көп сөз қарын тойдырмайды, әрекетшінің ғана аты озады.
Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырзалы бүй деп аударған. Өгіз бен қой қастарына түйінап, келе жатқан тау етегін қиялап, ойда жоқта алды достар шөп тауып, бір арқан шөп жол бойында жат тауып, бөліп жармай өкпелетпей, кейітпей, ырыздықты үлкеніміз жиекте, ел қашаннан аға сыйлап келді ғой, біз де үлкенді құрметтейік деді қой. Өгіз айтты, осы қойдың есі бар, кіші жемей үлкен жесе несі бар, ал қанекей шындықты айтып көрелік, кімнің жасы үлкен соған берелік. Халил Улла пайғамбардың отарын, молайтқанда мына менің қатарым, соларменен деді қой, мен қыр астым, Ибрахим сойған қоймен құрдаспын. Өгіз айтты, ең үлкені мен жұрттан, адам атам меніменен жер жыртқан, осыншалық өтірікке шамданып, шөпті түйе алды жерден паңданып, сосын тұрып, айтқандай-ақ өздерің, деді оларға, рас шығар сөздерің, бірақ мына керней мойын тұрғанда, дәлел іздеп, мені Құдай ұрған ба, міне достар қарап мына кескінге, өздеріңнен кіші демес ешкімде. Өлімнен қашқан ақымақ. Бір пақыр Сүлеймен патшаның алдына жылап келді, жанына пана сұрап келді. Жаныңа не керек деп сұрады Сүлеймен одан. Мен Әзірейіл періштені көрдім, маған сонша тесіліп бір түрлі қарады, содан қорықтым. Енді маған не дейсің деп сұрады патша. Тақсыр, кереметіңіз көп қой, мені бір алысқа Үндістанға апарып тастаңызшы, Әзірейілден сөйтіп жасырынып қалғым келеді деп өтінді. Сүлеймен патша желге бұйрық беріп, әлгі жігітті Үндістанға бір сәтте жеткізді. Көп ұзамай Сүлеймен пайғамбар Әзірейіл періштені көріп қалды. Оған, әй Әзірейіл, өткенде бір міскінді қорқытыпсың, ол пақырдың қорыққаны сонша, Үндістанға қатын бала шағасын тастап қашып кетті деді. Сонда періште, мен оны қорқытайын деген ойым жоқ еді. Құдайдан әмір келді, әлгі жігіттің жанын ал деді. Құдайдың бұйрығы бойынша оның жанын сол күні Үндістанда алуым керек. Ал ол Құдыста жүр. Үндістан мен Құдыстың арасы жер мен көктей. Бұл пақыр Үндістанға қалай жетпек, әлде Құдайдың бұйрығы қате болды ма деп ойланып, оған тесіліп қараған едім. Ол өзі-ақ ебін тауып Үндістанға жетіп барды депті. Әй дәруіш, ажал ақымақ үшін алтау, ақылды үшін біреу. Ажалы жеткенді өлім таппай қоймайды. Ақымақ адам өлімнен қашып сорлығайды. Бәдәуи мен иті. Көшеде бір ит ашығып өлім аузында жатыр екен. Қасында оның қожайыны бір бәдәуи зар жылап отыр екен. Досым-ау, досым, жалғыз досымнан айырылған соң қалай өмір сүрер екенмін, қиналатын болдым-ау, байғұсым-ау депті. Ей әпенді, не үшін сонша жылап отырсың деп сұрапты қасынан өтіп бара жатқан бір дәруіш. Басыма келген пәлеге жылап отырмын. Қасымда адал досым бар еді. Мені жалғыз тастап жаратушысына кетіп бара жатыр. Жыламай қайтейін, итімнің айбаты арыстандай, қара күші өгіздей еді. Түнде ұйқымды күзететін, ал күндіз ризығымды табуға көмектесетін. Өзі адал, дұшпанға қатал еді. Олжа да тауып келетін, ұрыдан да қоритын. Байғұс-ау, сонда итіңе не боп қалды? Аштан өліп барады досым, бар бәле сонда. Сабыр қыл деді жолаушы. Ақысын Құдай береді. Құдай деген сондай ұлық жаратушы. Кейде біздің сабырымызға орай қаншама сый-сияпат беріп жатады. Бірдеңемізді сатып пұл қылайық. Мына арқаңдағы ауыр сөмкеңде не бар? Соны айтшы. Онда нан, ет және кешкі астан қалған тамақтар бар. Сонша тамағың болса, неге итіңе бермейсің? Деп сұрады жолаушы. Атай көрме, ит маған қанша жерден қымбат боп тұрса да жанымнан артық емес. Тамақты маған ешкім тегін бермейді, ал итім үшін жылағаным тегін ғой деді бәдәуи. Өзің бір ақымақ екенсің. Тамақ көз жасынан қымбат болса, итіңнің дәрежесі сенен қымбат. Көзден аққан жас жүректегі қанмен шыланады, бірақ сенің төккен жасың жердегі шаңға да татымайды депті дәруіш. Әй дәруіш, кейбір адам
Құдайды іздеген боп, көзінің жасын көл қылып, сыртқа діндар көрініп, шешен сөйлеп, халықты сендіреді. Ал Құдай үшін құрбандыққа, жан қинайтын құлшылыққа, әрекетке келгенде бәдәуише іс қылады. Өте терең ойланарлық притча екен. Румидің осы хикаясын белгілі қаламгер Арғынбай Бекбосын бүй деп аударған. Қайран итім, енді амал жоқ өледі, деп бәдәуи зар қағып жас төгеді, мұны көріп келеді деп білгісі жөн сұрайды жай бейтаныс бір кісі. Қайтып тыям жасым енді төбетім, болып жатса құдайым-ау өлетін, аңға шықсам серігім ет. Ол итім түніменен қора жайды қоритын, бәдәуиден сұрады енді жүргінші, ауырды ма, жай жапсарын білдірші. Ойбай, ол сау, тек аштықтан бұралып өлер болды деді иесі. Бұл анық, сабыр қылғын, Құдай өзі береді. Қабын көріп бейтаныс, бұл не деді? Қапта нан, ет, тағы басқа қорегім, ол болмаса өзімде аштан өлемін. Десең де сен, он қайтара жарлымын, берсең нетті, итке қабық қалдығын бере алмаймын. Мынау елден емгесіз, бір үзім нан таба алмайсыз теңгесіз. Ал ит үшін жасты аямай жылайын, көздің жасын тегін берген Құдайым. Жүргінші енді төзбеді, ашу шақырды, қарғыс атсын мәңгі сені. Атыңды мес екенсің үрлеп қойған құр кеуек, досың болған жоқ беді бұл төбет. 100 есе кем сенің иттің, өз басың саған астан арзан боптау көз жасың. Көздің жасы қан емес пе қайғыдан, суға айналып өз түсінен айныған. Жасыңда да құн жоқ мына шаң құрлы, көзім шықсын көрсем сендей малғынды. Науқас пен керең. Бір керең кісі көршісінің қатты ауырып қалғанын естиді. Науқастың қалын білу сауапты іс қой деп көңіл сұрауға ниет қылады. Бірақ өзінің керең екені есіне түсіп, сәл ойланыңқырап қалады. Ауырып жатқан адамның әлсіз дауысын естімей қалуы мүмкін ғой деп ойлады. Сосын өзінше жаттанды сөздерді айтайын деп шешті. Егер науқастан қалыңыз қалай деп сұрасам, ол міндетті түрде әупірімдеп жақсарып келемін деп жауап береді. Сол кезде мен Құдайға шүкір деймін. Сосын одан не тамақ ішіп жүрсіз деймін. Не деп жауап берсе де дұрыс екен, көбірек ішіңіз, тәуір боп кетесіз, шипасын берсін деп айтамын. Сосын сізді кім емдеп жатыр деп сұрағаным дұрыс болар. Кімді атаса да, ол дәрігердің емшілігінің күшті екенін айтып, мақтағаным дұрыс болар деп өзінше пайымдайды. Осылайша дайындалып, көршісінің үйіне беттеді. Көңіл күйіңіз қалай деп сұрады ол. Науқас көршісінің үйіне кірген бойды. Жағдай мәз емес, мына кесел мені ана жаққа бірақ алып кеткелі тұрған сияқты деді науқас әлсіз дауыспен. Керең көршісі басын изеп, Құдайға шүкір деңіз онда деді. Бұл сөзді естіген науқас ішінен тек менің ажалымды тілеген адам ғана мұндай жағдайда Құдайға шүкір деп айтады деп ойлады. Ал керең болса жаттап келген амалы бойынша нендей тамақ ішіп жүрсіз деп сұрады. Ауырған адам қайбір тамақ ішіп жетістірсін, не ішсем де у болды, сіңбей жатыр деді. Керең алдын ала дайындап қойған сөзін айтып, дұрыс екен, ендеше содан көбірек ішіңіз, әлі-ақ жақсы боп кетесіз деді. Науқас бұл сөзге жауап беріп те үлгерместен керең келесі сұрағын қойды. Емшіңіз кім болды деді. Ол жаны ашығандай боп. Байқаймын, мені жан алушы періште Әзірейілдің өзі төңіректеп жүрген сияқты. Қазіргі емшім сол деді науқас жыламсырап. Мұны естімеген керең әңгімесін әрі жалғап, ол өзі бастаған ісін аяқтамай қоймайтын танымал дәрігер емес пе? Құдай қаласа дертіңді сылып алар деді. Осы сөзді айтты да бір үлкен іс тындырғандай марқайып шығып кетті. Ал ауру көршісі болса оған ренжіп
бір талай жыл бірге тұрған құдай көрші едік, сонда да болса ішінде маған сақтап жүрген қаншама ызасы бар екен. Мына ауыр халде оған жауап бере алмаспын, бірақ жазасын Құдай берсін. Біреудің басына түскен қайғыға қуану адамгершілікке жатпайды депті. Әй дәруіш, өмірде біраз нәрсе бітіргендей марқайып жүретіндер көп, бірақ сол амалымыздың қайсысы қайырлы, қайсысы кесір болғанын бір Құдай өз біледі. Көп тірлігіміз әлгі кереңнің ісіне ұқсап жүрмесін. Шығыстанушы Өтеген Күмісбаев бүй деп аударған: тым тәкаппар болып кеттің саңырау, көршің сырқау, бірнеше күн апырау. Мен қайтейін, естімейді құлағым, ауырғанды түсінбеймін шырағым. Не істеймін, амалым жоқ білмеймін, міндетім ғой кіріп шығу бұл менің. Естімеймін, естиярмын саңырау, көршім менің келеді деп жатырау. Еріндердің қимылынан ұғармын, денсаулығың жақсы ма деп сұрармын. Тәуірмін деп айтады ғой ол маған, келесі бір сауалымды қолға алам. Қалағаның тағамнан не деймін мен, кейде кәші, кейде шербет жеймін мен. Осын ал, мына тағам пайдалы, дәрігерден кімдер келіп қайтады. Тәуіптің де айтар сонда есімін, жақсы адамды мадақтасам несімін. Досым менің жатар күнің аз әлі, анау емші сырқатыңнан жазады. Үйде осылай айтар сөзін жаттайды, көршісінің есігінен аттайды. Жақын келіп жымиып қал сұрайды: досым, қалай денсаулығың шырайлы? Өліп барам деді дімкәс ақырын. Аллау әкбар деді анау ақырын. Тұла бойы мұздай болды көршінің, менің нағыз дұшпанымдай өршідің. Еріндерден көз алмайды саңырау, өздігінше түсінеді ол пақырау. Не іштің деп сұрап еді, деді, көбірек же, пайдалы ғой бұл деді. Айтшы деді тәуіптерің туралы, кет қинаушы Әзірейіл тұр әлі. Досым оған қуан деді кереңде, сол дәрігер жазар сенің денеңді. Шықты саңырау көңілденіп ол енді, жақсы сөзбен қуат бердім дегенді. Көршім риза болады ғой мәңгілік, кеттім оны тәуір сөзбен таңғылып. Ауру қалды, келді ғой деп дұшпаным жаныма. Ауру қалды, келді ғой деп дұшпаным жаныма үйіп, тозақтың бір қыспағын барлығына сеніп кетті саңырау, борышымды өтедім деп апырау. Патша мен рухани ұстаз. Бір күні патша данышпаннан: хазірет, ештеңеге мұқтаж емессіз бе? Ішіп жем, киім кешегің түгел ме деп сұрапты. Уа хан ием, қарамағымда 2 құлым бар. Ол екеуі күллі патшаны да басқара алады. Менде қандай мұқтаждық болсын деді данышпан. Ол қандай құл? Сөзіңе қарасам, ол екеуі мені де басқара ала ма деп таң қалды патша. Әлбетте патшам, ол 2 құл ашу мен құмарлық. Кімнің сабыры мен ерік жігері әлсіз болса, ол екеуі сол адамды билеп төстейді. Сондықтан осы екеуін ауыздықтап ұстай алған патшаны ғана анық патша деп санаймын. Сол патша ғана күн сәулесі тек өзіне емес, жұрттың бәріне түсіп тұратынын ұмытпайды депті данышпан. Әй дәруіш, ашу мен құмарлығыңа тізгін берме, әйтпесе тізгінсіз ат жарға апарып соғады. Есік алдындағы дәруіш. Дәруіш бір үйге кеп нан сұрап тұр екен. Бұл наубайхана емес депті үй иесі. Мүмкін кішкене ет табылар. Сен не, ет сататын дүкенде тұрасың ба? Ең болмаса аздап ұн табыла ма? Бұл жерде диірмен көріп тұрсың ба? Бәлкім бір ұрттам су шығып қалар. Бұл құдық емес. Дәруіш не сұраса да үй иесі оны келеке етіп ештеңе бергісі келмепті. Ақырында шыдай алмаған дәруіш үйге жүгіріп кіріп, шалбарын шешіп, үлкен дәретке отыратын адам секілді қылық жасай бастады. Оны көрген үй иесі: «Ей, не істейін деп жатсың?» деп шошып кетіп, «Бұл бір жұртта қалған жер екен, ешқандай адам тұратын үйге ұқсамайды. Мұнда су да жоқ, нан да жоқ, ұн да жоқ. Берекесі кеткен қорасы қылды, қаңырап құр тұрғанша әжетімді өтеуге пайдасы» деп
пайдасы деп ойлағам депті дәруіш. Әй дәруіш, адамның денесі құдды бір үй сияқты. Ол үйде жылулық, мейірім, әділет, ар-ұят, жауапкершілік, жомарттық сияқты қасиеттер болмаса, кәнігі берекесі бытырап, керегесі кетіліп, уғы кертіліп, жұртта қалған иесіз үйге ұқсап қалады. Ұстаздың көз жасы. Бір шәкірт ұстазына келсе, ол жалғыз өзі жылап отыр екен. Шәкірті де оған ілесе жылайды. Сөйтіп екеуі қосыла жылап біраз уақыт отырады. Бір уақытта ұстазы жылағанын доғара қояды да шәкіртіне қарап: менің жайым өзіме аян. Сенің жылағаныңа таңғалып отырмын. Сенікі шын жылау емес, еліктеп жылау. Бұлай себепсіз беталды жылаушы болма. Көзіңнен бір тамшы жас шықса да, жүрегіңнің түбінен шықсын. Шектен тыс еліктеуде жақсы әдет емес деді. Әй дәруіш, еліктеудің мысалы көлеңкеге ұқсайды. Отырсаң отырады, тұрсаң тұрады, жүрсең жүреді. Бірақ көлеңкеде жан болмайды. Сол сияқты шәкірті ұстазға шектен тыс еліктей берсе, өзінің мінезін жоғалтады. Еліктеп жасалған әрекет әдетке айналады, ақылды тұмшалайды. Ұстазым осындай мезгілде жылап еді деп, шәкірттері ұстазынан көрген ісін шариғатқа айналдырып жіберуі де бек мүмкін. Қодық пен тікен. Бірде қодықтың құйрығының астына тікен кіріп кетіпті. Байғұс қодық кімге барып шағым айтсын? Олай секіреді, бұлай секіреді, жерге аунайды, ешбір амал қыла алмайды. Ал тікеннің шығатын түрі жоқ. Қалай құтыларын білмеген қодық тоқтамастан ақыра береді. Жақын жерде жүрген бір адамның бұл ығырын шығарып жіберді ғой деймін. Ол ашуланып кеп қодықтың құйрығынан бір тебеді. Сол кезде құйрықтағы тікен түсіп қалады да, қодықтың жаны жай табады. Ол құйрықтан тепкен адамға қабақ шытпай, секіріп, ойнақшып, шаба жөнеліпті. Әй дәруіш, қодықтан үлгі ал. Бізде кейбір қиын сәттерде біреудің құйрығымыздан теуіп, пәледен құтқарғанына аса қатты ренжімеуіміз керек-ау. Түлкі, қасқыр, арыстан. Бірде арыстан қасқыр мен түлкіні аңға алып шықты. Аңды өзім аулаймын, екеуің олжаны көтеріп жүрсеңдер де жетеді деді арыстан. Бірақ ол арыстан аңға жалғыз шығады деген орман қағидасын бұзған еді. Жұлдыз қанша көп болса да, ай жарығынан асып кетпейтіні сияқты, бұлар да менің ұлықтығыма көлеңке түсіре алмас деп ойлады. Олар таңнан кешке дейін аң қуалап, әзер дегенде бір өгіз, бір қоян және бір ешкіні ұстап алды. Серіктері арыстанның әділдігіне үміт артты. Олжаны тең бөлеміз деп ойлады. Бірақ арыстан олардың бұл пиғылын байқап қалып: қане қасқыр, жұрт мені әділетсіз деп айыптамас үшін олжаны сен бөл, әділдігін өзің айт деп бұйырды. Қасқыр ернін бір жалақтап алады да, жемтіктің жанына отыра қап, білегін сыбанып жіберіп, бөле бастайды. Тақсыр, мына қоян жұдырықтай екен, мұны тұтам ішекті түлкі жесін. Ешкі қылшықты екен, мұны қылғынсам да мен жеймін. Ал өгіз өзіңіз сияқты ірі екен, оған ешкімнің таласы жоқ, бұл сіздің сыбағаңыз деді. Қасқырдың мұндай батыл қылығы арыстанның ашуын қоздырды. Бұл әділ бөліспе? Менің олжамнан табақ жалаймын деп ойладың ба деп арыстан ашуланды да, жуан қолымен қасқырды салып кеп жіберді. Қасқыр сеспей қатты. Кезек түлкіге келді. Арыстан даусын жұмсартып: ал түлкіжан, бұл олжаны сен қалай бөлер едің деп сұрады. Түлкі бір жұтынып алды да: тақсыр, қоянға ауыз толмаса да көңіл тоқ қой, бұл сіздің тіл қандырып тіс басарыңыз болсын. Ешкі қылшықты болғанымен құмарас қой, бұл түскі асыңыз болсын. Ал жалғыз өгіздің еті кімге жетсін? Оны азулы ауыз ғана асауға лайық, бұл кешкі асыңыз болсын. Ал біз өзіңізден артылған сүйек саяқпен ақ жүрек жалғармыз деді. Түлкінің сөзі арыстанға жағып кетті.
О, Түлкіжан, олжаны бұлай бөлуді қайдан үйреніп жүрсің? Өте әділ бөліс, деді арыстан. Тақсыр, маған мұндай даналықты сіздің әлгінде ғана қасқырға берген жазаңыз үйретті, деді түлкі. Бұл ісің көңіліме жақты. Дер шағында қолданған қулық көзсіз батылдық пен ақылдан да маңызды қасиет, деді арыстан түлкінің арқасынан қағып. Әй дәруіш, азулы арыстанның алдында түлкі сияқты қасқырдың қасіретінен сабақ ала біл. Көршіңнің басына түскен қайғыны да өзгенікі деп жырақ көрме, одан да сабақ алудың жолын ізден. Кемедегі айтыс. Бірде тіл зерттеуші ғалым кемемен ұзақ сапарға шығады. Жол ұзақ еді. Ғалым зерігіп, кеме үстінде олай да, бұлай да кезіп жүреді. Кенет кеменің капитанын көреді, оны сөзге тартып, «Сіз тілдің грамматика заңдарын білесіз бе?» деп сұрайды. «Жоқ, білмеймін. Тіл ғылымы жайлы кітап оқып көрмеппін», деді капитан. «Өкінішті. Ендеше жарты өмірім заяға кетті деп есептей бер», деді ғалым басын шайқап. Кенет теңіз үстінде құйын тұрып, кемені шайқап жіберді. Желкенді жыртып, ағаштарын сындырып жіберді. Кеме суға бататын болды. Жұрт кемеден қашып, суға секіре бастады. Әлгі ғалым жан ұшыра жүгіріп жүріп, кеме капитанын тауып алды. «Енді не істейміз?» деп сұрады одан. «Мырза, жүзуді үйреніп бе едіңіз?» деді капитан. «Жоқ, жүзуді білмеймін», деді ол. «Өкінішті мырзам, сіздің жарты емес, бүкіл өміріңіз зая кетті», деді капитан. «Әй дәруіш, өмірде ілім көп, оның бәрін қуалауға өмірің жетпейді. Бірақ өзің үшін ең маңызды ілімді білмеу жүзуді меңгермеген ғалымның шарасыз халіне ұқсас». Шығыстанушы Өтеген Күмісбаев бүй деп аударған. Жолға шыққан үлкен кеме болыпты, матрос пен ғалым сонда жолықты. «Синтаксисті білесің бе?» деп еді. Басын шайқап, матростың дегені. Төмен қарап, матрос та тұрды еппен. Ғалым айтты, жарты өмірің босқа өткен, жел соқты, толқын таулар бұлқынды. Грамматиктен матрос сұрап үлгірді. «Білемісің, жүзуді сен деп еді?» Қорыққаннан ғалым тілге келмеді. Теңіз шайтты, қайран ғалым қара әні, су түбіне кеме батып барады. Тотығыз тапсырмасы. Бір көпес керуен тартып Үндістанға бармақшы болады. Оның білгіш тотығысы бар еді. Сапарға шығар алдында құсқа келіп, «Әй тотым, мен үнді жеріне бара жатырмын. Ол жақ сенің отаның ғой, не сәлемдемең бар, айт, жеткізейін, не қалайсың, әкелейін», деді. Тотығыз сонда бүй деді. «Қожайын, менің туған жеріме барсаңыз, орманға соғыңыз. Сол жерден мен сияқты құстарды көресіз. Оларға менің мына сәлемімді жеткізіңіз. Оларды сағындым, жете алмай тар қапаста қайғырып отырмын. Оларды есімнен бір сәтке шығармадым. Осы қайғыдан қайтсем арыламын. Сол құстардың ішінде менің ала қанатты сүйіктім бар. Бір заманда ол екеуміз Ләйлі мен Мәжнүндей болған едік. Сол есіме түссе, сағыныштан жылай беремін. Сүйіктім менің хабарымды білген соң мені есіне алсын», деді. Көпес жолға шықты. Бірнеше күн дегенде үнді жеріне жетті. Саудасын жасап болған соң еліне қайтпақшы болды. Кенет есіне тотығыстың аманаты түсті. Ол орманға келді. Қараса, ағаш бұтағында неше түрлі тотығыз қонақтап отыр екен. «Сірә осыларға айтып көрейін, мүмкін туысы табылып қалар» деп ойлады көпес. Сөйтті де тотығыстың сәлемін жеткізді. Ол әңгімесін айтып біте берген кезде ағашта қонақтап отырған тотығыстардың бірі шыңғырып жібереді. Артынша есінен танып жерге құлап түседі. Көпес шошып кетеді. Қапыда бір құстың өліміне қалдым-ау деп өзін кінәлайды. Тотығыстың сәлемін бекер айттым деп өзіне кейіді. Үйіне оралған соң тотығысы одан: «Мырзам, менің өтінішімді орындадыңыз ба?» деп сұрайды. «Орындауын орындадым ғой, бірақ соған өкініп қалдым. Айтқаным сол еді». Құстардың бірі қатты шыңғырып, есінен танып құлады. Сол құлағаннан есін жимады. «Бейшара құстың өліміне себеп болдым», деді көпес мұңайып.
оқиғаны баяндағаны сол еді. Үйіндегі Тотықұс та жан шошырлық дауыспен шыңғырып жіберді. Артынша аяқ-қолы серейіп тордың түбіне құлап түсті. Көпес қайғы үстіне қайғы жамады. Күйген ауыз үрлеп ішпейтін бет. Бұл не қылғаным, бекер айттым, енді өз Тотықұсымның ажалына себеп болдым деп шашын жұлды. Неге тастап кеттің қайран құсмау деп жылай берді. Осылайша Көпес күні бойы жылап сықтаумен болды. Кешке ғана көз жасы құрғап, жазмышқа көндіккендей болды. Торды құшақтап далаға алып шықты. Жерді қазып, Тотықұсын көмбек болды. Тордың есігін ашып, Тотықұсын жерге ақырын қойғаны сол еді. Құс замат та көзін ашты да пырр етіп ұшып көкке көтерілді. Көпес сасып қалды. Мұндай қулық қалайша ойыңа келді? Сонда менен сәлем жолдағанда тордан құтылудың жолын сұрадың ба деді. Иә қожайын, сен маған бауырларымның сәлемін жеткіздің. Олар маған әдемі дауыспен сайрауды доғар. Дауысың әдемі болған сайын қапасың да берік болады. Тордан құтылғың келсе, өлместен бұрын өліп үйрен деп кеңес айтты. Қош бол қожайын, сенің арқаңда еркіндікке шыққанымды ешқашан ұмытпаймын деді де құс ұша жөнелді. Әй дәруіш, адам да Тотықұс сияқты нәпсінің торына қамалып қапаста отыр. Азат болғың келсе, Тотықұс сияқты өлместен бұрын өліп үйрен. Мешіттегі талас. Бірде бір мешітке төрт жат жерлікке кіріпті. Намаз үстінде олардың әр қайсысы әр нені ойлап, ойға шомып кетсе керекті. Бір кезде біреуі селк етіп, «Әй бауырлар, біз намаз оқып жатырмыз. Намаздың азаны айтылды ма?» деп сыбырлап сұрапты. «Тыныш, бос әңгімеңмен намазды бүлдірдің» депті екіншісі ұрысып. Үшіншісі оған қарап, «Әй пақыр, намаз үстінде басқан емес, өзіңді түзетсең нетті» деді кейіп. Оларды тыңдап тұрған төртіншісі намазын үзіп, «Мына үшеуі имансыздың тірлігін істеді. Құдайға шүкір, мен ондай емеспін» депті. «Әй дәруіш, Құдайдың алдына келгенде көзің соқыр болсын, құлағың саңырау болсын, тілің сақау болсын, жүректің ғана тілі сөйлесін». Биік қабырға. Бір жолаушы су ішейін деп өзеннің жағасына келсе, өзен биік дуалмен қоршалыпты. Ол дуалдың үстіне шығып, мұздай таза ағын суға тесіле қарайды. Бірақ қанша жерден үзіліп қараса да, биік дуалдың үстінде тұрғандықтан суға қол жеткізе алмапты. Кенет абайсызда дуалдың бір кірпіші суға құлап, ағыстан шөлп еткен дыбыс шығады. Дыбыс оған жағымды әрі таныс үндей естілді. Тағы да сол дыбысты есту үшін ол қабырға үстіндегі кірпіштерді біртіндеп ағын суға тастай береді. Бір кезде оны біреу көріп қалып, «Әй диуана, неге таза суға тас атып жатырсың?» деп сұрайды. Жолаушы оған, «Бұл амалымның екі түрлі пайдасы бар. Біріншіден, суға кірпіш тастаған сайын құлағыма жағымды үн келеді. Ол дыбыс бақиға аттанып, мекені қабірге айналып, махшар күнін асыға күтіп жатқан марқұмдарға Ысрафылдың тартқан кернейінің үніндей естіледі. Бұл шу маған жер жаһанның бәрі қурап, қара жердің кенезесі кеуіп тұрған сәтінде күн күркіреп, қою бұлттың келе жатқан дыбысындай естіледі. Ол дыбыс қайыр сұрап тұрған кедейге жомарт байдың сықырлаған тиын тебенінің үніндей естіледі. Ол дыбыс зынданда азаттықтың үнін күтіп отырған тұтқынға ашылар есіктің сықырындай естіледі. Қабырғадан кірпіш тастаған кезімде одан көретін тағы бір пайдам, мініп тұрған қабырғам бірте-бірте төмендеп, сол арқылы суға жақындадым депті. Әй дәруіш, адамның тәні осы тас дуал сынды. Хақтың мейірімін аңсап, шөлдеген сәтіңде әлгі жолаушы сияқты тас дуалдың қабырғасын біртіндеп сөге біл. Есіңде болсын, суға бірден ұмтылып, дуалдың бәрін қопарып, тас талқан ету қауіпті. Ол өзі отырған бұтақты арамен кескен ақмақ адамның ісі сияқты. Басыңды төмен иіп, неғұрлым төмендеген сайын мөлдір суға жақындай түсесің.
Бала күнгі достар. Әй дәруіш, патшалар әскерді кеудесінің сол жағына, яғни жүрек тұсына жақын қоятынын естіген боларсыз. Бұл батырлық жүректен шығады деген ымпал болса керекті. Оң жақ тұсына олар жазармандарды, есепшілер мен кеңесшілерді қояды. Себебі жазып сызу, хат хабар жіберу оң қолдың тірлігі. Ортаға дәруіштерді жайғастырады. Себебі дәруіштер зікір менен кеудені тазартып, айнадай қылады. Патша солардың жүзіне қарап, өз қалін түсінеді. Айна берсең сұлуға бер, олар өз-өзіне ғашық болсын деген. Дәруіштің дақ пен кірден тазарған кеудесі айналасындағы жұртты да тазалайды. Бірде кен қандық Жүсіпті бала кезінен бірге өскен досы іздеп келеді. Екеуі қаз қатар жастыққа жатып алып әңгіме шертеді. Досы одан: бауырларың саған күншілдік пен қастандық жасап жатқанын түсінген кезде қандай күйде болдың деп сұрады. Мен өзімді шынжырдағы жолбарыстай сезіндім. Шынжыр дәрежемді түсіре алмасын білдім. Ерте ме кеш пе бойдағы қуатымды көрсетер күн туарын сездім деді ол. Құдықта жатқаныңда немесе зынданға түскен сәтіңде ше деп сұрады досы. Ол кезде өзімді туған айдай сезіндім. Уақыты келгенде қайта толысатынымды білемін. Масатыдай жайқалған бидайдың орылып диірменге түсерін, одан соң ұнға айналып наубайханада нан боп пісерін, артынан 30 тізге шайналып асқазанға түсерін, сөйтіп дәмімді біреу сезерін біліп тұрғандай халде болдым депті Жүсіп. Екеуі біраз әңгімелескен соң Жүсіп сөз алып: әй досым, маған қандай сыя келдің? Өзің білесің, маған келген жолаушы мен қонақтың ешбірі құр қол кірмейді. Мұныңыз диірменге бидайсыз барғанмен тең болар деді. Көңілімді қалдырсаң, ақиретте сұраймын деп әзілдеді. Досы: саған сыйлық іздеп қалай әлек болғанымды білмейсің ғой. Нені алсам да бәрі мәнсіз көрінді. Алтынға толы қоймаға бір түйір алтын апарғанның несі сыйлық, бидай толы қамбаға бір түйір дән апарғанның несі сыбаға. Бұл тірлігім мұхитқа бір тамшы су тамызғандай болмай ма? Ойыма келген заттың бәрі зиренің бір тал дәнін керманшаға, яғни зиренің отанына тасығандай ақмақ іс боп көрінді. Мен саған ыстық ықыласымды сыйлар едім, бірақ онсыз да жаным мен махаббатым саған тиесілі. Одан да саған айна сыйлауды жөн көрдім. Осыған қарап, өзіңді көргенде мені есіңе ал деді. Сөйтіп, ол қоржынына салып әкелген айнасын алып Жүсіпке берді. Әй дәруіш, бұл өмірдің айнасы не, білесің бе? Ол таза жүрек. Біреуге сый жасағың келсе, таза жүрегіңді апар. Өзге сыйлықтың бәрі мәнсіз. Жомартқа қарап, сараң бай өзін көрсін. Шыншылға қарап, өтірікші сөзін жисын. Махаббат жауыздықтың жолын тыйсын. Жүрегі кір адам әйнек сияқты. Оған қараған адам өз мінін көрмейді. Ол арқылы өзгелердің кемшілігін көріп тұрады. Әй дәруіш, жүрегіңді айна ет. Айнаның бетін былғайтын нәпсі деген жауың бар, сайтан деген қауым бар. Жүрекке таласар дауы бар. Шеберлікке жету үшін тігінші ине жіпті сабақтаудан шаршамайды. Ағаштан мүсін жасау үшін ұста тал бұтағын қайта шабады. Сен де жүректі тазалаудан шаршама, нәпсінің басын қайта шап. Науқасқа ем қонуы үшін ол дәрігердің алдына келуі керек. Өз кеселін мойындауы шарт. Денім сау деп таласқаннан артық надандық жоқ. Ол бір істі үйренуге, шеберлікке жетуге кедергі жасайды. Жараңнан жазылу үшін дәрігерге сен, әйтпесе емсіз жараға көк шыбын үйір келеді. Қандай керемет! Етіктегі жылан. Бірде Әзіреті Мұхаммед пайғамбарымыз азанның дауысын естіп, дәрет алу үшін бұлаққа келеді. Аяғын жуу үшін етігін шешіп қояды. Жуынып болған соң киімін киіп, енді етігіне жақындай бергенде, кенет қайдан келгені белгісіз бір бүркіт тұмсығымен бір етікті тістеп алып ұша жөнеледі.
пайғамбардың қабағы түйіліп бүркіттің ісіне ренжиді. Бүркіт көкке көтеріледі де тұмсығындағы етікті жерге тастап жібереді. Төмен қарай құлап келе жатқан етіктен бір үлкен жылан түседі. Мұны көрген пайғамбарымыз бүркітке қарап: әуелі сенің бұл ісіңе қабақ шыттым, сол үшін өкінемін. Өмірімді құтқарып қалғаны үшін алғысым шексіз. Осы істе Тәңірдің шексіз мейірімі көрініп тұр, деді. Әй дәруіш, бұл уақиға саған тәлім болсын. Мүлкіңді жоғалтсаң, налаға салынба. Ұрыға алдырсаң, өзегің өртенбесін. Әр істің қайыры бар. Себебі әуелді де ақырды да білуші бір Құдай. Баспана іздеу. Бір дәруіш уақытша тұратын баспана іздеп тамырының үйіне келеді. Оған бұйым дайын айтады. Досының үйі кең әрі ауласы да үлкен еді. Ол дәруішке ауладағы ескі қорасын көрсетіп, егер мына қораның шатыры болғанында оған бірден көшіп келуіне болатын еді. Сонда екеуміз көрші болар едік. Егер қораның тағы бір бөлмесі болғанда, отбасыңмен жақсылап жайғасар едің. Егер қораның жанында бау болғанда, мен саған қонаққа келіп, екеуміз уақытты жақсы өткізер едік. Егер қора ескі емес жаңа болғанда, мұнда мәңгілік тұрған болар едің. Мен саған азын-аулақ ақшаға сатар едің, депті. Досының сөзін тыңдап болған дәруіш оған қарап: әй тамыр, маған жаның ашып тұрғаныңды түсінемін, бірақ мен бұл қораны жалдайтын болсам, онда есімі егер атанып кеткен үй иесінің құлақ кесті құлына айналар едім. Әй дәруіш, нәпсінің мысалы осы хикаядағы жанашыр тамыр сияқты. Ол қамқор болып, тәтті сөзбен қамыңды ойлайды, бірақ білдірмей еркің мен жаныңды ұрлайды. Нәпсінің тәтті сөзіне шырмалып дегенін тыңдап бастасаң, құлақ кесті құлына айналасың. Шебер мен қитар шәкірті. Бірде ұстазы шәкіртіне қарап: есіктің артында тұрған құмыраны алып кел, есіктің артында тұрған құмыраны алып кел деп жұмсайды. Шәкірттің көзі қитар еді. Ол ұстазы айтқан бөлмеге кіріп, онда тұрған екі құмыраны көреді. Сосын қайта келіп: тақсыр, онда екі құмыра тұр, сізге қайсысын әкелейін деп сұрады. Онда бірақ құмыра тұр, көзіңнің қитарлығы саған екеу етіп көрсеткен ғой, деді ұстазы. Қитар шәкірт бөлмеге қайта кіріп, еңкейіп қарайды да ұстазына оралады. Тақсыр, имандай сөзім, бөлмеде екі құмыра тұр, қайсысын әкелейін деп сұрады тағы. Ұстазы шәкіртіне қарады да: ендеше екеуінің біреуін сындыр, бүтінін алып кел, деді. Шәкірт бөлмеге жүгіріп кірді де бір құмыраны ұрып сындырды. Сол сәтте екінші құмыра да өзінен өзі жоғалып кетті. Әй дәруіш, бізге дейінгі ғұламалар айтқандай, мызғымас, жалғыз ғана мәңгілік өмір бар. Бұл дүние соның көлеңкесі. Қитарға екеу боп көрінген құмыра сияқты кейбір адамға бұл тіршілік мәңгілік өмір сияқты көрінеді. Соған алданғанда екеуінен де айырылады. Ұрланған қой. Бір адам базардан семіз қой сатып алып, жетектеп келе жатады. Үйге бара сала қойды сойып, жас етінен палау жасаймын. Қой етімен палау дәмді болады. Әсіресе қойдың құйрығы астың сүйкімін кіргізеді емес пе? Жеген сайын тілді үйіріп, таңдайды балбыратып жібереді. Қарынды бір тойдырып, артынан тіс шығып жатсаң, одан өткен рахат бар ма деп жол бойы қиялдайды. Bir кезде қараса, қойы жоқ, жібін ғана сүйретіп келе жатыр екен. Қойды ұрлап кетіпті. Палау жасайтын ет жоқ, дәм кіргізер құйрықта жоқ, тәтті қиялы суға сіңгендей болды. Ол әрі-бері жүгіріп, не істерін білмей, әбден састы. Ұры оны алыстан бақылап тұр еді. Оны тағы да алдап соғайын деді де бір құдықтың жанына отыра қалып, ойбу, енді қайттым деп дауыс шығарып, жылай берді. Әлгі адам оның дауысын естіп, жақын келді де: әй, не болды, тыныштық па? Неге жылайсың деп сұрады. Ішінде 100 динары бар әмиянымды құдыққа түсіріп алдым. Алып беретін болсаң, 20-сы сенікі, деді ол.
Әлгі адам қайғысын тез ұмытты. Оу, мынауың бір қазына ғой, 20 динарға 10 қой сатып алуға болады. Бір қойды жоғалтып едім, Құдай орнына түйе берді деп қуанды. Сөйтті де тез шешініп құдыққа түсіп кетеді. Ал ұры оның киімдерін алып, ол жерден тайып тұрды. Әй дәруіш, шын мұсылман адам жыланға бір шақтырған жерін екінші рет шақтырмайды. Қайғысынан сабақ алмаған адам сол қайғыға екінші рет жолығады. Құмарлық абыройды ұрлатып, түбі жоқ құдыққа түсіреді. Румидің осы хикаясын белгілі қаламгер Арғынбай Бекбосын бүй деп аударған. Бір азамат келе жатқан соңында бір семіз қой болар сірә соғымға, қас пен көздің арасында оның да көзі құрып жібақ қалды қолында. Қара жүрек болса керек анау да, бұлбұл ұшты майлы құйрық палау да, қой ұрлатқан у-шу қылып жан-жақты санын соқты, шашын жұлды, зар қақты. Ал ұрыңыз еті үйренген ондайға, өз алдына басып жатты ойбайға. Не болды деп түсінбей ел қулыққа, алтын дорбам түсіп кетті құдыққа. Бар байлығым 100 динарым бар, онда 20 динар берем алған адамға. Ақыл барма қой жоғалтқан адамда, әлгі сөзге жетіп келді табанда. 20 динар 4-5 қойдың құны ғой, аяғаннан Құдай берді мұны ғой, деп құдыққа батырғанда иінін қойға қосы әкетті ұры киімін. Жат қалада қалай жүрсең олай жүр, бірақ та тек алдартыңды қарай жүр. Ал арамдар аңқау жанды қатырар, өкініштің құдығына батырар. Ләйлі мен Мәжнүн. Ертеде Қайыс есімді бір боз бала болыпты. Өзі жарлы еді, байға жалданып қойларын бағатын. Құдай байлық бермесе де ақындық өнер беріпті. Елдегі той думан Қайыссыз өтпейді екен. Бірде Қайыс қой бағып жүріп, малын суатқа әкеледі. Сол жерден бір аруды көріп, ғашық боп қалады. Оған күндіз түні жыр арнап, ән шығарады. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалады. Ас ішпей жүдеп кетеді. Көрші қолаңы оны аяп, көрсетпеген емшісі қалмайды. Бірақ нәтиже шықпайды. Қайыс жынды адам сияқты Ләйлінің елесін қолап, басы ауған жаққа қаңғырып жүре береді. Жұрт оны Мәжнүн деп атайды. Бұл сөз жынданған дегенді білдіретін еді. Мәжнүн жайлы әңгіме бір күні патшаға да жетеді. Сау адамды есінен адастырған бұл қандай сұлу болды екен деп Ләйліні көргісі келеді. Оны сарайына алдырады. Сөйтсе, Ләйлі деп жүргені ажарсыз қыз екен. Патшаның кәнизактары одан 10 есе әдемеді. Патша таң қалып, әй, әлгі Мәжнүнді жындетіп жүрген сен бе? Сұлу ма десем, көркің қораш екен депті. Сонда Ләйлі патшаға қарап, тақсыр, менің сұлулығымды көру үшін маған Мәжнүннің көзімен қарау керек деп жауап береді. Әй дәруіш, Мәжнүннің көргені сұлулық емес, Мәуланың бейнесі еді. Әр патша сықылды бас көзімен қарасаң, өмірдің тек көлеңкесінде жүресің. Неден пайда, неден зиян деп қана есептеп өмір сүресің. Сүйіктіңмен ажырасқанда. Ләйліден ажыраған Мәжнүн ауырып қалды. Дәрігер оны қарап, ет пен тері арасынан қан шығару керегін айтты. Шаһарда қижаманы жеңіл әрі ауыртпай жасайтын бір шаштараз бар еді. Ол Мәжнүннің тамырын байлап теріні енді кеспек болғанда Мәжнүн қан шығарудан бас тартты. Бұған таң қалған шаштараз, неден қорқасың? Сен Ләйліні іздеп орман кезгенде жыртқыш аңдардың, тіпті аң патшасы арыстанның үстінен аттап жүре беруші едің. Сонда жүрегіңе бір үрей кірмейтін, енді не көрінді деп сұрады. Мен аурудан қорықпаймын, басқа түскен барлық сынаққа сабыр қылар хәлім бар, бірақ менің жүрегім махаббатқа толы. Ләйлім екеуміз бір-бірімізге жете алмай, қиналып екі жақта жүрсек те, болмысымыз бірігіп кеткен. Біз бір адамбыз, сондықтан менің денемді кескенде сүйіктімнің жанын ауыртып аласың ба деп қорқамын депті Мәжнүн. Әй дәруіш,
ғашықтық махамға енгенде құмырсқаның мұрнында қанатқың келмейтіндей күй кешесін. Себебі махаббат жүректі толтырғанда айналаңда көрінген заттың бәрі ғашығыңды еске салып тұрады. Шалт қимылдасаң болды, оны ренжітіп аламын ба деп қорқасың. Тәніне сурет салғанды ұнатушы. Бір замандарда Казвинде денеге сурет салуға ерекше әуестік пайда болыпты. Жұрт аяқ қолы мен иықтарына, арқаларына барыс, қабылан және басқа да жыртқыш аңдардың бейнесін салдырады екен. Соның бәрін осы қаладағы бір моншашы салып беретін еді. Бірде оған бір казвиндік келіп денесіне сурет салдырғысы келетінін айтады. Денеңе ненің суретін салайын деп сұрады моншашы. Аң патшасы арыстанның бейнесін салып берші. Мен арыстан жұлдызында дүниеге келгенмін, сондықтан арыстандай айбатты боп жүргім келеді. Көк сияңды аяушы болма, ақыңды жемеймін, деді ол. Суретті қай жеріне салайын, деді моншашы. Арқама, үйде де, түзде де, соғыста да арыстандай батыл, өжет боп жүрмекпін, деді ол. Моншашы инені сияға батырып, әлгінің денесіне болар болмас кіргізгені сол еді. Ол дір ете түсті де шыдай алмай айғайлап жіберді. Әй моншашы, не істеп жатсың? Өзің қалағандай арыстанды салып жатырмын. Арыстан болғанда қай жерін салып жатырсың? Құйрығын, деді моншашы. Казвиндік қабағын шытып ойланып тұрды. Әй, не керегі бар сол құйрықтың? Құйрықсыз-ақ сала берсең болмай ма? Арыстан үшін маңызды да мүш емес қой, деді. Моншашы келіскендей бас шұлғыды да ісін қайта жалғады. Ине арқасына екінші рет кіргенде әлгі адам тағы да шоршып түсті. Әй, енді не салайын деп жатсың, деп сұрады. Арыстанның құлағын саламын. Әй моншашы, бұлай қарасаң ол сурет қана емес пе? Суреттегі арыстаныма құлақтың не керегі бар? Менің естігенім оның естігені ғой. Демек құлақ салудың қажет жоқ, деді. Моншашы бұл сөзді де мақұл көрді. Инені қыздырып арқаға үшінші рет кіргізгенде әлгі адам ой байлап, әй моншашы, енді не салайын деп жатсың? Қатты ауырып кетті, деді. Арыстанның ішін салып жатырмын. Сәл шыдаңыз, сабырсыз жұмыс жүрмейді, деді моншашы. Әй, сенің есің дұрыс па өзі? Суретте жан бар ма еді? Ол денеге салынғаны болмаса, аузын ашып тамақ сұрамайды. Ештеңе жемейтін арыстанға іштің не керегі бар, деді әлгі адам. Осы кезде моншашының да шыдамы таусылды. Құйрығы мен құлағы, іші жоқ аң патшасын қайдан көріп едің? Құдай ондай құбыжықты әзірге жаратқан жоқ. Инемен піскенге шыдай алмас қорқақсың. Арыстан сенің не теңің? Бар құры жоғал, деп оны қуып шықты. Әй дәруіш, бір межеге жетемін деп талап қылсаң, оның қиындығына төзуге әзір бол. Көздеген асуың биік болған сайын жүретін соқпақ та ауыр болмақ. Ит анты. Сорлы ит қыстың аязына шыдамай қиналып арықтап кетті. Бораннан ықтар пана таппай желге арқасын тосып жата берді. Суық сүйегіне өтіп жаны қысылған шағында өзін бүй деп жұбатты. Осыдан жаз келсін, өзіме жып-жылы етіп баспана соғып аламын. Кетек салу маған түк емес. Әрі кетсе бір апта қиналармын, бірақ қыста қызығын көремін. Сәл шыдасам бұл қыста аяз да өтер, деді. Осылайша ит байғұс өзін жұбатып жүріп қысты өткізді. Жадырап жаз келді, бірақ ол кезде ит көлеңке жағалап ыстықта ерініп жатты. Әй дәруіш, кейбір кісі жаны қысылған кезде өйтемін, бүйтемін деп ант береді. Қиналғандағы түрі өзін уәдемен жұбатқан иттің қалінен аумайды. Есегі көпірден өткен соң уәдесін ұмытады. Ашық және жасырын құндылықтар. Бір бай базардан екі құл сатып алады. Сөйтіп олардың қасиеттерін білгісі келіп, үшеуі бірге отырып, әр түрлі тақырыпта әңгімелеседі. Байқағаны, бірінші құл өте шешен сөйлейді екен. Сөзінде ой да, сезім де бар. Тілі шешен, арнасы тола өзендей буырқанып тұр.
тіпті толқындатып сөйлегенде теңіз түбіндегі маржанды жағаға келіп төккендей небір шайырлардың хикметінен сыр үзеді. Қожайын қуанып, өте зерек қызметшіге қарық болдым, мұндай ақылды құл ешкімде жоқ шығар деп ойлады. Екінші құлдың мінезі томаға тұйық, екі сөздің басын қосып дұрыс сөйлей алмайды, үстінен сасық бір иіс шығып тұрады, тазалығы да төмен екен. Қожайын оның иісінен жиіркеніп, одан алыстау тұрып сөйлесті. Қолыңнан не келеді деп сұрады. Бұл құлдың жазу сызудан хабары жоқ, сауатсыз екен. Бар білетіні қара жұмыс істеу. Қожайын іштей мұңайып, аяқ қолы күс-күс, үсті сасық құлдан пайда аз шығар деп ойлады. Енді олардың мінезі мен жан дүниесін тексермек болды. Шешен құлын моншаға түсіп, жуынып кел деп жұмсады. Ол кеткен соң екінші құлмен әңгімелесе бастады. Байқаймын, сен өзі көзі ашық, жүрегі таза, шыншыл азамат сияқтысың. Серігің сені мүлде нашар сипаттап еді, соның бәрі өтірік болған ғой деді. Досым ешқашан жалған сөйлемейді, ол өте адал адам. Оның осы күнге дейін біреуді алдағанын көрген емеспін. Ол үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын. Оның жалған сөйлеуі мүмкін емес. Егер мені нашар сипаттаса, демек, менің бойымда сондай кемшіліктер бар болғаны. Әдетте адамның өз кемшілігі өзіне көрінбейді, есесіне сырт көз тез байқайды деді ол. Ендеше, сол досыңның қандай кемшілігі бар, оның сыртынан не байқадың деп сұрады қожасы. Мен оның 3 кемшілігін айтайын. Біріншіден, ол қашанда тура сөйлейді. Екіншіден, ол ақиқат үшін басын тігуге дайын. Үшіншіден, біреудің айыбын емес, өзінің кемістігін байқап, түзеп отырады деді екінші құл. Өзің бір қызық адам екенсің, мен оның кемшілігін сұрасам, сен жақсы қасиетін тізіп бердің. Кемшілігін өзім тауып көрсетсем, қайтер екенсің, деді қожайын. Сөзімнің өтірігі жоқ деп шырылдады екінші құл. Осы кезде моншаға түсіп, тазаланып, шешен құл келді. Қожайын енді екінші құлды моншаға жіберіп, бірінші құлмен сөйлесті. Айта қойшы, досыңның сен жайлы айтқандары рас па деп сұрады. Ол мен жайлы не айтып еді деп сұрады бірінші құл. Ол сені имансыз, ашкөз, дін бұзар, екі жүзді деп сипаттады. Мұны естіген құл орнынан атып тұрып, жұлқынып, оңбаған ол алдымен өзіне қарасын. Аш кезінде тезегін жейтін сасық иттің нақ өзі, ол үшін киелі ешқандай сезім жоқ. Ар, абырой, достық, борыш сияқты қасиеттен жұрдай деп айғайлады. Қожайын оны тоқтатып, сенің сөзіңнен аңғарғаным, досың емес, сенің өзің сондай жан екенсің. Сырт келбетің мен әңгімен қанша жерден әдемі көрінгенмен, көкірегіңді тот басып, көңіліңнен жаман иіс мүңкіп тұр. Сондықтан менен алысырақ отыршы деді. Әй дәруіш, біреудің сыртын көріп, оның сұлулығы мен әдемі сөзіне еліп кетсек те, ең маңыздысы ол емес екенін түсінелік. Кісінің ішін білмей, сыртына қарап, тон пішпе. Жұқа мен жетім. Бір бала әкесін о дүниеге шығарып салып, жылап-сықтап молаға келіп жатыр екен. Жұқа мен жетім. Бір бала әкесін о дүниеге шығарып салып, жылап-сықтап молаға келе жатыр екен. Әкетай, қайда барасың? Жер жастанып мәңгі жататын болдың ғой. Барар жерің қараңғы, күн сәулесі түспейді. Астыңнан сыз өтеді білем, кілемің де, көрпең де жоқ. Ошағыңда қайнап жатқан асың, төріңде жаюлы тұрған дастарханың жоқ. Есік пен терезеден жұрдай, сыртыңда аулаң, қасыңда көрші қолаң, дос жараның тағы жоқ. Енді жайың не болады? Тарда қараңғы қапаста бозарып солып жататын болдың ғой деп еңкілдеп жылап жатты. Мұны естіп қалған жұқа есімді бала әкесіне, әке, мыналар марқұмды бізге қарай әкеле жатыр ма деп сұрайды. Оны қайдан шығардың ақмақ, деді әкесі ашуланып. Апара жатқан жерінің белгілері біздің үйге ұқсайды екен. Тұп-тура біздің үй, не ауласы, не шатыры жоқ, ішіп жемнен де жұрдаймыз. Ей дәруіш, кейбір молданың уағызы
әкесін жоқтаған жас баланың сөзіне ұқсайды. Кедейліктің тақсіретін көріп, талғажау етер бір үзім нан таппай, ажалмен күн сайын бетпе-бет келетін, басында күркесі, астында көрпесі жоқ байғұсты тозақтың азабымен қорқытып жатады. Әсілі диірменде туған тышқан диірменнің дүрсілінен қорықпайды. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырзәлі бүй деп аударған. Шығарып сап ұзақ жолға ақырғы, жоқтау айтып бара жатты пақыр ұл, қара жердің құшағына кіргесін, енді қайтып көрмейсің үй іргесін. Болмайды онда жарық сәуле ырымға, кілем түгіл зар боларсың құрымға. Қазаны жоқ, тамақ жоқ қайнаған, күндіз түні бір тас түнек айналаң. Болмайды онда терезе не есікте, есік түгіл сәуле түсер тесікте. Басқа түссе адам пақыр не шара, дегенше боласың ау бейшара. Таптар жерге тас түнекке байланып, сорлайсың ғой әке басың айналып. Тұзақ құрып әкеге ажал алжыған, өстіп бала бара жатты қан жылап. Жұқа сонда ойбай деді мен ұқтым, дәл біздің үй барар жері өліктің. Келмеп еді көкесінің көнгісі, біздің үйдің деді жұқа белгісі. Болған емес біздің тамақ ырымға, байлық дәулет кілем түгіл құрымда. Ләйлінің сұлулығы. Ләйліге ғашық болып есі кеткен Мәжнүнді жұрт аяп, оған көмектеспек болады. Осындай қара қыз ауылымызда толып жатыр еді ғой. Қалағанын таңдай көр, таңдай бер, мынаның қай жеріне сонша қызықтың дейді. Сұлулық құмыраның сыртқы пішінінде емес, ол ыдыстың ішіндегі сусын. Сен үшін ол сірке суы боп көрінуі мүмкін, бірақ мен үшін шырынды шарап. Жұрттың бәрі ыдыстың сыртына қарайды, естілер ғана ішіндегі сусынға қарап бағалайды депті. Румидің көрегендігі. Тебриздік бір көпестің басына іс түсіп, Румиді іздеп келеді. Оған берген сый-сияпатын болсын деп, қалтасына 50 алтын ділда салып алады. Сөйтіп, Руми ханакасына кірген кезінде өзінен өзі сасқалақтап қалады. Мәулана оған 50 алтын ділдан қабылданды, бірақ сен 200-нен айырылыпсың, жазаңды Құдай беріпті. Мұнда сол үшін келіп тұрсың. Құдай саған содан құтылудың жолын көрсетіпті. Бұдан былай ісің оңға басады дейді. Румидің көрегендігі көпесті қатты таңғалдырды. Ол әңгімесін одан әрі жалғап, басыңа іс түсіп жатқан себебі сен бірде христиан ауылынан өтіп бара жатып, бір христианның бетіне түкірген екенсің. Енді одан кешірім сұрап, бізден сәлем айт дейді. Мұны естіген көпес әбден сасады. Мұнда қара дейді де, әлгі Мәулана өзінің кереметімен ханаканың бір қабырғасын нұсқайды. Осы кезде Құдайдың құдіретімен Еуропадағы бір базардың суреті ашыла кетеді. Базардың шетінде отырған әлгі христиандық дәруіштің суретін көреді. Сол кезде барып көпес өз қылығын есіне түсіреді. Бір кездері осы базардан өтіп бара жатып, қайыр сұрап отырған осы христиан дәруіштің бетіне түкіргені бар еді. Ол ертесіне тез жиналып Европаға аттанды. Іздеп жүріп әлгі христиандық әулиені тауып алды. Ол оған жақындаған кезде дәруіш Мәулана Руми бізге хабарласты дейді де, бір қабырға нұсқайды. Көпес сол жаққа назар салып еді, ғайыптан сурет ашылып, өз медресесінде Мәснауи оқып отырған Румидің суретін көреді. Көпес Коняға оралған соң Мәуланаға христиан дәруішінің сәлемін жеткізді. Ал өзі Румидің медреседегі дәруіштердің алқасына кіріп, шәкірт болыпты. Лұқманның даналығы. Жас кезінде Лұқман хакім бір бай көпестің қолында құлдықта болған екен. Қожайыны оның зеректігін байқап, оны ешқайда жұмсамапты. Үнемі оны өзімен
өзімен бірге алып жүретін болыпты. Екеуі бірге ас ішсе, ол Лұқпанның ыдысына астың дәмді жерінен кесек-кесек еттерінен салып отырыпты. Егер Лұқпан асқа қолын созбайтын болса, ол да асты жеместен итке тастай салады екен. Бірде біреу көпестің үйіне қауын беріп жібереді. Бай әдетінше қауынды бірге жеу үшін Лұқпанды дастарханға шақырады. Қауынды кесіп, бір тілігін оған ұсынады. Лұқпан өмірінде қауын көрмеген адамша сүйсініп жеп алады. Мұны көрген қожайыны тағы бір тілік береді. Лұқман оны да тауысады. Қожайын оның жегеніне сүйсінді ме, үсті-үстіне бере берді. Лұқман да бірін қалдырмай жей береді. 5-ші рет кесіп бергенде Лұқман қауынды аузына апарып, ащылығына шыдамай түкіріп жібереді. Сөйтіп біразға дейін өз-өзіне келе алмай отырды. Асқазаны уланып, тілі ойылып кетіпті. Қожайын Лұқпанға қарап, осындай ащы қауынды қалайша шыдап жеп отырсың? Неге бірден ащы деп айтпадың? Әлде сенбейді деп ойладың ба дейді. Маған деген достық халіңізді ескеріп, солай істедім. Дастарханыңыздан талай мәрте дәмді ас ішкенімді есіме түсіріп, бұл жолы қолыңыздан ащының да дәмін татып көрейін деп шештім. Қауын ащы болғанымен, оны ұсынып отырған қол мейірімді әрі тәтті еді дейді. Әй дәруіш, тау мен тас қатты болғанымен, оны жұмсақ шөп тесіп шығады. Айдың заты қараңғы болғанымен, күн сәулесін түсіреді. Еңбек ауыр болғанымен, оның зейнеті ауырлықты тез ұмыттырады. Себебі тұщының дәмі ащылықты сездірмейді. Әй дәруіш, бір бардың, бір жоқтығы, бір аштың, бір тоқтығы болады. Әр нәрсенің жұбы бар. Бірақ басыңа не іс келсе де, жіберуші иесі жалғыз Құдай. Шаттықты қалай қарсы алсаң, қайғыны да солай еңсеруге дайын бол. Рақатты қалай жақсы көрсең, оның азабын да қоса татуға әзірлен. Ұрының құтылып кетуі. Үй иесі ауласына ұрының кіріп жатқанын байқап қалып, саған не керек деп сұрады. Ұры тұра қашты, ол артынан қуды. Ұры айдалаға қашты, ол артынан қалмай жүгіре берді. Ұрыны ұстауға жақын қалғанда, кенет артқы жағынан біреудің «Тоқтай тұр, қазір мен саған оны қалай ұстаудың әдісін үйретемін» деген дауысы естілді. Қуғыншы елең ете қалды, басына әр түрлі ой келді. Әй, егер ұрыны ұстаудың жолын айтса, неменеге құлақ аспасқа, зорғып босқа жүгіргенше ақылын алайын деді де тоқтай қалып, ал қандай кеңес айтасың деп сұрады. Мына аяғыңның астына қарасаңшы, ұрының іздері жатыр. Осы із бойынша жүгіре бер, көп ұзамай оған міндетті түрде жетесің деді. Қуғыншы өзінің алданғанын түсінді. Әй, сені бір дені дұрыс ақыл айтама десем, сөзіңе бекер ақ құлақ асқан екенмін. Сәл болмағанда өзім де ұрыны көйлегінен ұстап алуға шақ қалып едім деп қатты өкінді. Өзіңе сенімді болсаң, неменеге біреудің сөзіне құлақ асып жүрсің деді де, әлгі адам өз жөнімен жүре берді. Қуғыншы бармағын тістеп үйіне қайтты. Әй дәруіш, бір сапарға шықсаң, баратын мақсатыңды анық білсең, жолай кездескен жұрттың сөзіне құлақ аспа. Әсілі бізді жолдан қалдыратын бас көзі мен құлағымыз, көз айналаны қызықтап алдынады, құлақ әр дыбысқа елеңдеп сабылады. Ниет пен ышық махаббат қана мұратқа жеткізеді. Үрейі қашқан пенде, үрейі ұшқан пенде. Бір кісінің үйіне аяқ астынан бейтаныс біреу қашып тығылады. Өзі қорқып қалтырап тұр екен. Үй егесі одан кім боласың? Не керек? Неге безгектей боп дірілдеп тұрсың деп сұрайды. Қаһарлы патшамыз өсек біткенді жинауға есек біткенді жинауға әмір берді. Патшаның осы үкімін орындау үшін есектерді жаппай ұстап, аяғын тұсап жатыр дейді әлгі. Әй, ұстаса, адамды емес есектерді ұстайды. Сен неменеге сонша қорқып қашып жүрсің?
Құдайдың сені есек қылып жаратпағанына шүкір демейсің бе, дейді үй иесі. Олар көшедегі тірі жанның бәрін жаппай ұстап жатыр. Құйрығы мен құлағының бар жоғына қарап та жатқан жоқ. Мені де ұстап алуы мүмкін. Ұстаса есек еместігімді қалай дәлелдемекпін, дейді үрейі ұшқан адам. Әй дәруіш, пәледен машайық та қашыпты деген. Бүлдіргі жер көрсең, айналып қаш. Құдай сақтанғанды сақтайды. Айлық жерден пәленің қаупін сезсең, айы бұрын, күндік жерден ессең, күні бұрын қамдануды әдетке айналдыр. Баяғыда түлкінің баласы шешесінен бүй деп сұрапты. Апа, сені аңшыдан қашудың 100 түрлі жолын білет деседі. Соның ішіндегі ең күшті жолын айтшы депті. Сонда шешесі аңшыдан қашып құтылудың ең күшті жолы оның көзіне түспеу деп жауап берген екен. Кейбір ақмақ тиран патшаларға өзіңнің есек емес екеніңді дәлелдеудің ең күшті жолы сол патшаның көзіне ілікпеу. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырза Әлі бүй деп аударған. Танымайтын үйге кірер жөні жоқ, кірді бірақ біреу түсі өңі жоқ. Үй иесі сұрады одан, сіз кімсіз? Сырқат жандай қалшылдайсыз, түк үнсіз. Қонақ айтты, санамаңыз есекке, патша мұқтаж көрінеді есекке. Иесімен жүрсе де өз бетімен есектерді ұстап жатыр шетінен. Сонша неге қайғырасыз оғансыз? Есек, сіз болсаңыз адамсыз. Аллаңызға рахмет айтыңыз да үйіңізге қайтыңыз. Есек іздеп жүрген иттер қарай ма, ұстап алып қамай салар сарайға. Есер патша әр уақытта шала мас, құйрығыңыз бар ма жоқ па қарамас. Қай кезде де қысып алар тақымға, тирандарға адам да есек хақында.